Айгүл ерте заманда бір жігіт пен сұлу қыз болыпты. Олар бірін-бірі қатты жақсы көріпті. Сөйтіп, отбасын құрыпты екеуі. Олар өз алдарына жеке үй салыпты. Жігіт ұсталықты кәсіп етіпті, ал әйелі болса гүл өсіруді ұнатыпты. Арада біраз уақыт өткенде дүниеге сәби келді. Оның есімін Айгүл деп қойды. Олардың үйлері Семирамида апа Қаншайымның аспалы бағына ұқсас еді. Себебі бақшада су бұрқақтары ағып тұратын. Айнала неше түрлі гүлдердің хош иісімен құлпырып, жаныңа бір рахат сыйлайтын. Көктемде ең алғаш өрік гүлдейді. Оның соңынан алма, алмұрт ағаштары гүл атып, аула іші гүлзарға айналатын. Есік алдындағы жүзімдерде бүршік атып, көңілге бейне бір қуаныш сыйлайтын. Көктемде ерте келетін қара торғайлар да осы аулаға асыға жеткендей тынымсыз әндететін. Көктемнің осындай шуақты күндерінің бірінде бақытты отбасының көңіліне қаяу түсті. Себебі кішкентай Айгүл қатты ауырып қалды. Дәрігерлер аурудың сырын түсіне алмады. Айгүл жұмбақ аурумен ауырды. Ата-анасы аяғы жеткен жердің бәріне апарды. Бірақ ем қонбады. Бір күні Айгүл анасына: «Анашым, мені есік алдына алып шықшы», деп өтінді. Есік алды құлпырған гүл. Гүл ортасында шай ішетін сәкі бар еді. Екеуі сәкіге кеп отырды. Анасы мейірлене қызының жібек шашынан сипады. Аппақ әдемі, ақ қудай сұлу Айгүл еркелей анасына: «Анашым, сіздің гүлдеріңіздің арасында Айгүл деген гүл бар ма?» деп сұрады. «Айгүл деймісің?» деп сәл тосылып қалған анасы: «Гүлдерімнің арасында Айгүл деген гүл болмағанымен, гүлдей құлпырған өзің барсың ғой», деп жымиды. Айгүл анасына одан әрі еркелеп: «Мен сіздің осы гүлдеріңіздің арасында тұрғым келеді», деді. Анасы үндемеді. Көзі мөлтілдеп, жасқа толып кетті. Анасының кеудесіне басын сүйеп, еркелеп отырған Айгүл нәзік саусақтарымен тарам-тарам болып кеткен анасының көз жасын сүртіп: «Егер мен гүлге айналып кетсем, қауызымды түнде ашамын. Сіздің өзге гүлдеріңіз ұйықтап жатқанда, мен сізге қуаныш сыйлаймын, жаныңызды жадыратамын», деді. Анасы үндемеді. Осы кезде жолдасы базардан оралды. Қуанышты көрінді. Сәкіге кеп жайғасып: «Анау оңтүстік жақта Нартөбе деген жер бар екен. Сонда бір тамыршы тұрады екен. Алдына барған адам тек сауығып шығады дейді. Тек жолы алыстау. 3 ай жолға кетеді екен. Аллағылап аман есен сауықсақ, келесі көктемде келіп қалармыз. Ертең қызымды ертіп жолға шығамын», деді. Әйелі қуанып, жақсы сөзді көңіліне медеу тұтты. Аяғы жерге тимей жүгіріп, жол қамына кірісті. Әке мен қыз ертеңіне жолға шықты. Сол күннен бастап анасы қызына арнап кестелі көйлек тіге бастады. Күн артынан күн өтіп, ай артынан ай өтіп, көктемде келіп қалды. Әр күн сайын есік алдына шығып, күйеуі мен қызын кеткен жаққа қарайды. Бақ ағаштары да бүршік ата бастады. Қара торғайлар да шыр-шыр етіп дамыл таппайды, тек қас қарая тынышталады. Көктемнің алғашқы айы да бітті. Бір күні кешке үй ішінің тіршілігінен сәл демалып,
қызына арнаған көйлегін тігіп отыр еді. Аула ішіндегі торғайлар беймезгіл шырылдап құлақ түргізді. Елеңдеп ана байғұс сыртқа шықты. Сол кезде есік алдындағы гүлзар ортасынан шығып тұрған өзгеше бір гүлді көрді. Гүл күлтелері қауыздан шығып та үлгермепті. Ана отыра қап гүлдің барлық күлтелерінің шығуын тамашалады. Бірте-бірте күлтеленген 8 жапырақты гүл бетіне шығып тұрды. Гүл топырағын қопсытып, су құйып, мен сені Айгүл деп атаймын, деді ана. Гүл де ана сөзін түсінгендей, үліп еткен лепке басын шайқап қояды. Күзге жақын күйеуі оралды. Ол үйге кеп, сырттан сығалай қарап тұрды. Аулада мықшыңдап жұмыс жасап жүрген әйелін көргенде, көзіне еріксіз жас алды. Сол сәтте әйелі күйеуін көріп қалды. Есіктен бері аттай алмай тұрған күйеуіне, мына гүлге қарашы, әдемі емес пе, иә? Мен оны Айгүл деп қойдым, деді. Сонда ғана жолдасы, неге Айгүл деп атадың, деді. Ол кетерінде гүл болғысы келетінін айтып кеткен еді, деді. Қайран қызым, бәрін сезген екен-ау деп, әке мен ана құшақтасып, шер тарқағанша жылады. Содан кейін олар көздеріне жас алған емес. Күзде Айгүл де өзге гүлдер секілді дән шашты. Анасы гүл дәндерін шелекке егіп, қыста үй ішіне өсірді. Айгүл үйде де құлпырып өсіп, гүл жарды. Бұл оларды қатты қуантты. Қасына жақындап барса, басын шұлғып, әңгіме айтатындай өзі. Бүгінде кез келген аулада Айгүл атты гүл өседі. Ол барша аналар мен әжелерге, қыздарға, тіптен жалпы адамзатқа қуаныш сыйлап, ауласын гүлге толтырып, қара күзге дейін гүлдеп тұратын болды. Ал ана байғұс кестелі көйлегіне Айгүлді кестелеп тіге бастады. Мүмкін құрсағындағы сәбиі қыз бола қалса, осы көйлекті киіп талай асыр салып ойнайтын шығар.